кулактап тұрабыз. Балбандарды таныстырып өтеміз. Жашыл Чепкенчен балбан Руслан Тавалдиев, Қырғыз Республикасы. Көк Чепкенчен балбан Есенбек Құдайбердиев, Қырғыз Республикасы. Жашыл Чепкенчен балбанға бірінші ескерту. Қолын түз қармап, ата-анасын жуытпағандығы үшін. Дембер қойсаңыздар, бір үстінен шығады шоғыр. Жашыл Чепкенчен балбанға 1 ұпай, көк Чепкенчен балбанға бірінші ескерту. Руслан Тавалдиев, Жашыл Чепкенчен балбан, дүйнөнің жана Азияның чемпионы. Есенбек Құдайбердиев, көк Чепкенчен балбан, бір қатар ел аралық белдештердің жеңүүчүсү. 23 жашта.
Bir upay Jaşıl çepkençen balbonga. Bir ekinci eskertü Gök çepkençen balbonga. Upayların esevinde bu finaldık taymaşta Cengişke Ruslan Tavaldiyev oldu. Kırgız Respublikası. On 80 kilograms weight category, second place winner is Kudayberdiyev Esenbek, Kyrgyzstan, and the award will be given by Peter Van, World Belt Wrestling Alish Federation's referee instructor. Аталған элералық Grand Prix мендесінде екінші орынды иеленгендігі үшін Күміш байге менен Эсенбек Кудайбердиев деп аталды. Байге иесinin кейін ақшасына Peter Van Rosen. Дүниелік Алыш күреш федерациясының рефери инструкторы. And the first place winner at 80 kilogram is Ruslan Tavaldiyev, Kyrgyzstan. And the award will be given by Yanis Ronos, UWW Olympic category referee, double-time referee of Olympic Games, UWW delegate of the World Bricks. 80 kilogram salmaқты bölükte аталған белдештен